Неше бала тәрбиелеп үстірдіңіз енді? 42 жылсы болды. 3 бала тудырдым, ikisini үстірдік. Бірсін Аллаху Тағала өзі қойынына алды. 2 яшьте ұлысын. Больницада, РКБ-да да тірілте алмадылар. Бірінші Зимнодольскіге жіберділер бізні. Инфекционный больницаға. Шонда мен оның пеленкаларын нелерін жоған вақытта ұрлап шығып кетіп, процедурныйны биклеп қойып, іштен аңа қон салғандар. Шет кішінің қонын салғандар. Слабый дейбінде. Ішлер кеткеш, бұлай да слабыйлана бет кіші. Міне шул вақытта аңа қон салғандар, сразу бола судырықлар біле кекірейіп кетті. Күгеріп, дұрыс қан болмаған, аңа келішмеген. Міне шуннан бірер ой тұрдым екен. Шуннан соң әзіреккіне рәтләділерінде ана компресслар ясап, уколлар ясап, искусственный дыханиялар беріп, бір атнадан бізні шығарып жіберділер оннан. Но үйге қойтып 2 күннен соң жаңадан температура білен ауырай башлады бала. Шуннан соң бізні РКБ-ға жіберділер. РКБ-ға бардық, 2 атна диагноз қойылмадылар. 2 атнадан соң диагноз қойдылар қойуын. Бізге кереклі шул нені қонны шистата тұрған ең бірінші укол болмады. Ол вақытта бетінде дарулардан ерек болған. Менің бала түнне ауырайып кетті де қәлі әне өлемді. 2 яшьте шул сөзін әйте білді ол. Шунан соң мен врачларын шақыртып, оны реанимацияға салдылар, мені кіртмәділер. Соңғы сулышында мен оны көрмедім. Врач шығып, менің желкемнен өліп алды, мен не? Оңладым.